Қазір саған не айтқалы жатқан ақпаратты жақсылап есіңде сақтап алсаң, эндокринді жүйеден смело 100 балл ала аласың. Орталықтағы гипоталамус безі гипофизді басқарады, ал гипофиз эндокринді жүйенің барлық бездерін басқарады екен. Қалай? Мысалы, қанның құрамындағы TH4 гормондарының деңгейі төмендесе, гипофизге ең бірінші сигнал келеді. Гипофиздің Т2 гормонының деңгейін жоғарылату арқылы қалқанша безіне TH пен Т4-ті көбірек бөл деген бұйрық жібереді екен. Ал егер қанның құрамында TH пен Т4-тің деңгейі жоғары болса, керісінше гипофиз Т2 гормон арқылы қалқанша безіне TH пен Т4-ті азырақ бөл деген бұйрық жібереді. Біз бұл теорияда мынандай қорытынды жасасақ болады. Яғни Т2-дің деңгейі төмен болса, TH пен Т4 деңгейі жоғары. Т2 жоғары болса, TH пен Т4-тің деңгейі төмен деген сөз. Міне осы процесті кері айналып соғу шеңбері деп атаймыз. Жақсылап есіңде сақтап ал.